Сәлем достар, бүгін біз балықтарды аулаймыз. Менде осындай 3 тармақ бар. Бір сары, бір қызғылт сары және бір жасыл. Қосамыз біздің балықты. Балықтың ішінде, осы үлкен балықтың ішінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кішкентай балық бар. Осы балықта ішіндегі балықтардың түстері сары, қызғылт сары, көк және жасыл. Қазір біз тармақпен балықтарды ұстаймыз. Бірақ та асықпаймыз, е? Ол балықтарды аулауға ол өте жеңіл емес. Қосамыз. Қараңдар, балықтар аузында ашады. Осы ауыздың ішіне біз тармақты саламыз. Және күтеміз. Қашан балық аузыңды жапқанда, біз оны шығарамыз. Бірінші балықты біз ұстадық. Енді екінші балықты ұстадық. Енді бізде 2 көк балық бар. Келесі жасыл. Оның аузына саламыз да күтеміз. Қашан балық аузында жабады? Аузында жауып қойдық, біз тез-тез оны шығардық. Үшінші балық, жасыл. Шықпады. Неге осы балық аузымды жаппайды? О, 4-ші балық бізде қызғылт сары. Міне осындай балықтар. 4 балық бізде бар. Көп аузында ашады. Жасыл. Күтеміз. Аузында балық жауып қойды да, біз оны шығарамыз. Міне, жасыл 5-ші балық. Шығара алмадым. Неге осы сары балық аузымды жаппайды? Қасындағы жауып қойды. Сары. 6-ші балық. Ашыңдар аузыңды. Жетінші сары балық.
тармақты аузынан шығарамыз. Және бізде қалды соңғы бір балық, қызғылт сары. Оңай емес, балалар. Күту керек, көп күту керек. Аузынды жапқанда, сонда ғана біз оны көтереміз, тармақты. Көтердім, бірақ шығара алмадым. Жауып қойды, сосын тез-тез біз шығарамыз тармақты. Міне соңғы бізде балық, қызғылт сары, ол 8-ші балық. Енді өшіреміз. Және тағы да орнына саламыз. 2 сары балық. 2 қызғылт сары балық. 2 жасыл. Және 2 көк. Осындай бізде ойын. Балықтарды аулайтын ойын. Көргеніңіздерге рахмет. Біздің каналымызға жазылыңыздар. Сау болыңыз.